Бойы ұзын, бірақ қарны бар. Бойы қысқа, бірақ накачанный. Қайсысы екеуіне? Бойы қысқа, бірақ накачанный. Бойы ұзын, бірақ қарны бар. Бойы қысқа, бірақ накачанный. Бойы қысқа, накачанный, өзім күйім сондай. Бойы қысқа емес енді, мен өзім бойым миниатюрная, из-за этого бойы ұзынырақ менен. Так что пойдет. Қарны бар, немесе бойы қысқа, бірақ накачанный. Бойы ұзын, қарны бар. Бойы ұзын, бірақ қарны бар жігіт, бойы қысқа, бірақ накачанный. Бойы қысқа, бірақ накачанный. Бірақ накачанный. Самый главный накачанный. Бойы ұзын, қарны бар, немесе бойы қысқа, накачанный. Бойы ұзын, қарны бар пусть лучше будет, потому что кешірім сұраймын. Өйткені мен бойым ұзын. Это очевидно было. А қарны өзіңіз кетіріп аласыз? Конечно. Диетаға отырып бірге спортзалға барамыз. Ұзын, бірақ қарны бар. Бойы қысқа, бірақ накачанный. Ешқайсысы. Не буду скрывать. Біз барлығымыз тура әлбетке қараймыз. Бойы ұзын жігітті таңдаушы едім, а ананы я бы жұмыс істеуші едім. Подработала бы над животом. Жаным, мен мына жерде актерлар жөн болады, потом давайте, ладно? Давай. Кет ана қабыл. Болды, сұхбат тамам болды, сау болыңыздар, давайте. Берекесіз. Параздан шыққан кезде қорққан кезіңіз болды ма? Каждый раз. Қазір қорқпақтыңыз параздан емес, жай сұхбат. Сіз ше қорққан кезде болды? Жоқ. Вообще қорқпаған. Сұрақтарым өшіп кетті де, қазір 08-05. Мектепке бармау үшін қандай өтірік айттыңыз? Мектепке бармау үшін ауырып қалдым деп. Әжем қайтыс болды деп. Неше рет қайтыс болды? 2 рет. 2 рет. Мектепке бармаушы қандай сылтау айттыңыз? Сылтау айттыңыз. Просто так қалдыңыз ба? Қалдым. Бар, болды дейді. Қолтырма. Әдемі сабақтан қашқан кезіңіз. Болды. Неше рет? Андай бір қатты қашпағымыз андай. 4 сабақтан кейін 5-ші сабақ болмайды ау деп или болмаса екен деп қашып кеткен кездер бар. Сабақтан қашқан кезіңіз? Oldu bir. Kaldım. İyi bu. Bayağı Сосын мұғалімнен таяқ жеу? Конечно бар ол. Қай жерден жедіңіз? Бастағы араты ғой. Сізде? Менде де сол. 4-ші класста апайдың андай жүзігі болатын. Төртінші класста. Жүзігімнің басын тақ еткізіп жылап тұра беретін. Кет ана қабыл. Жылап едіңіз бе? Мектепте бір баламен төбелес қылып екеумізді заучтың кабинетіне апарып ата-аналарын шақыртамын деген кезде жылағам да шақырмай қоймыз. Себебі үйдегі төбелес одан да. Үйдегілер естіп одан сайын ұрсама дейді. Сізде? Өз бастады. Мен де бұдар жеп қалам да. Олай тұрам да. Телевизион бар. Жебедек. Дұрышлап отыр. Құдай қызық болды. Апайларды алдап баға қойдырған кезіңіз болды ма? Сізде? Алдап дегенде сабақ айтып қоятын. Сабақ айтып. Кет ана қабыл. Болды, сұхбат тамам болды, сау болыңыздар, давайте. Берекесіз, бля. Кет анаға! Кет. Репетицияға. Опухнешь, пожалуйста. Ты его можешь, пожалуйста? Саған кетіп. Эй, басын жарасың, ол маған 8-ге дейін. Берге! Бол! Тише, болды. Бегімай ұрсат қазір. Қолтырма. Сіздер кинода парасыздар, өмірде жарамыз. Танымаймыз. Әдемі. Келесі сұрақ. Бір-бірлеріңізді қаншадан бері таныстар? Осы киноға қалай Tanımayımız ya. танымаймыз? Әлі таныспадыңыз. Әлі де араласпаймыз. Бір танысып алу керек еді. Келесі сұрақ. Жалпы бірге түсу қалай болып жатыр? Жақсы. Оңай. Кино жайлы сәл.
кино өте күшті, мағынасы терең болады бұйырса. Бұл жақта махаббат тақырыбы да қозғалады, ана жайлы да, хулиганство, достық, семейный и сондай, в общем. Өмірлік мәні бар кино. Давайте. Все, пока. Асып жатыр.